Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен Тарих мектебі каналы 20 ғасырдың 40-80 жылдарындағы әдебиет пен өнердің даму тақырыбын ұсынады. Бүгінгі сабағымызда біз кеңестік әдебиет пен өнер туындыларында қоғамдық өмірдің бейнеленуі туралы талдайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Яғни, алғашқы сұрақ: мәдениет салалары қалай дамыды? Кеңестік жүйе елдің рухани мәдени дамуын жіті бақылауда ұстады. Бұл саланың еркін дамуына шектеу қойып отырды. Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің үгіт және насихат бөлімінің меңгерушісі, сол вақыттағы белгілі мәдениеттанушы Ілияс Омаров Ермахан Бекмахановтың көзқарастарын жақтағаны үшін айыпталды. 1951 жылы 31 маусымда бірқатар жат ұғымдарды баяндайтын қазақ әдебиеті оқулықтарының барлығын басылымдарын алып тастауға бұйрық берілді. Сол кездегі қазақтың батыр жырлары Ерсайын, Едіге, Орақ Мамай, Батыр Шора сияқты шығармалар басуға тыйым салынды. Қазақстан жазушыларының барлық шығармаларына қатаң бақылау орнатты. Цензура күшейіп, басты рөлді главлит атанған мекеме басқарды. Кез келгені шығарманы жаққа шығару үшін осы главлиттің рұқсатымен ғана жүзеге асырылды. Ал әдебиет даму жағында болды. 1947 жылы Мұхтар Әуезов өзінің Абай роман-эпопеясының екінші кітабын аяқтады. 1949 жылы оған Кеңес Социалистік Республикалар Одағының мемлекеттік сыйлығы берілді. Замандастарының бастан өткен қиындықтары мен қуаныштарын Сәбит Мұқановтың Сырдария, Ғабиден Мұстафиннің Миллионер және Иманжановтың алғашқы ойлар шығармаларынан көруге болады. Бұл кезеңде әншілер Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенованың, Ермек Серкебаевтың және балетмейстер Болат Аюхановтардың таланты жарқырай ашылды. Шәкен Аймановтың Алдар көсе, Махаббат дастаны және Қарсақбаевтың Менің атым Қожа ел арасындағы халықтың ежелгі және бай тарихы бейнеленген кинофильмдері кеңінен танымал болды. Орал Таңсықбаев суретшілік өнерінде үлкен табыстарға қол жеткізді. Қазақстан шеберлерінің шығармалары ЮНЕСКО-ның көрмелеріне қойыла бастады. Орал Таңсықбаев өз шығармаларында қазақ даласының кеңпейілдігі мен күнделікті тұрмыс тіршілігін өте жоғарғы деңгейде сипаттай білді. Оқырмандардың арасында Бауыржан Момышұлы, Борис Симашко, Ілияс Есенберлин, Әбіш Кекілбаев, Оралхан Бөкеев, Юрий Герд, Мұқағали Мақатаев, Олжас Сүлейменов, Жұбан Молдағалиев, Кәкімбек Салықов, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырза Әли, Сырбай Мауленов, Фариза Оңғарсынова, Тұманбай Молдағалиев, Ғабдыкәрім Ыдырысов сияқты еңбеккерлердің шығармалары мен поэмалары кең тарады. Әсіресе Нұрпейісовтің Қан мен тер трилогиясы 1974 жылы Кеңес Социалистік Республикалар Одағының мемлекеттік сыйлығы берілді. Сонымен қатар Мұқан Төлебаевтың Біржан Сары операсы, Евгений Брусиловский мен Құдыс Қожамияровтың Назугум шығармаларында ұлттық фольклор жаңа қырларынан танылды. Құрметті оқушылар, сіздерге берілетін тапсырма алдарыңызда ұсынылды. 1970-80 жылдар аралығындағы қазақ киносының Қыз жібек, Атаманның ақыры, Транссібір экспресс атты көркем фильмдері экранға шыққан болатын. Сіздерге берілетін тапсырма осы фильмдердің режиссерін, фильмдерді ойнаған танымал актерлар мен фильмнің мағынасы туралы кестені толтырамыз. Сіздермен болған Тарих мектебі каналы сау болыңыздар.